Қыркүйектің ортасы болатын. Кенттен шығатын жолдың бойы сарғайып, құрғақ шөптер желге тербеліп тұрды. Ауа суық, бірақ әлі қар жаумаған. Тау бөктерінен соққан жел адамның бетін қарып, мойнынан өткізіп жібереді. Қойшы Қайрат сол жолмен қойларын айдап келе жатқан. 35-ке келген, бірақ жүзі қартайып кеткендей, көздерінің асты қарайып, иығы түсіңкі, қолы таяқ ұстағаннан қатты қалыңдаған. Қойлардың саны 180-дей, бірақ соңғы жылдары қасқыр көбейіп, мал азайып барады. Қайраттың өзі де азайып бара жатқандай, іші бос, көңілі мұңлы. Ол күнде таң атқаннан кеш батқанша қоймен бірге. Таңертең қорадан шығарып, кешке қайта айдап кіргізеді. Арасында бірер сағат ауылға түсіп нан алып шай ішеді. Әйелі жоқ. Баласы жоқ. 10 жыл бұрынғы әйелі сен қойыңмен қал, мен қаламен кетем деп кетіп қалған. Содан бері Қайрат жалғыз. Түнде үйде от жағып отырып өзімен өзі сөйлеседі. Құдай берсе береді. Бермесе қоймен бірге өлем деген сөз оның өмірлік ұранына айналған. Сол күні күн ерте батты. Қараңғы түсе бастағанда жолдың жиегінде бір қыз тұрғанын байқады. Қара шашы жерге ұшып, ұзын пальтосының етегі тербеліп тұр. Қолымен такси тоқтатпақ болып жолға қарай шығып тұр. Бірақ бұл жолда такси сиреп жүреді, кентке апаратын соңғы автобуста кетіп қалған шығар. Қыздың беті суықтан қызарған, көзі мөлдіреп тұр. Қайрат қойларын тоқтатты. Қойлар бір-біріне тығылысып маңырап тұрды. Қыз оған бұрылды. Аузын ашып бірдеңе айтпақ болды. Бірақ дауыс шықпады. Қолымен ымдап, жолдың арғы бетін нұсқады, бір жерге апарып салуын сұрағандай. Қайрат жақындады. Қыздың жасы 20-да бар жоғы. Сұлу, көзі үлкен, қарашығы терең. Бірақ қорқыныш бар екені байқалады, иығы дірілдеп тұр. Қайда барасың? Деп сұрады Қайрат қалың дауыспен. Қыз тағы да ымдады. Қолымен қашық дегендей ишара жасап, сосын бетін қолымен жауып алды. Сөйлей алмайтынын бірден түсінді. Мылқау екен. Қайраттың жүрегі біртүрлі соғып кетті. Ол 10 жыл бұрынғы бір қыздың жүзін есіне алды, сол кезде де осылай сөйлемей, тек көзімен қарап тұрған. Бірақ ол қыз кетіп қалған. Ал мына қыз. Осында, жалғыз, суықта. Қайрат ішінен ойлады, таң атқанша осында тұрса, түсіп қалады. Қасқырға жем болады. Немесе біреу көріп қалып, зорлыққа ұшырауы мүмкін. Жүр, мін, апарып салайын деді ол. Қыз қорықты. Артқа шегінді. Бірақ қараңғы түсіп жел күшейіп барады. Басқа амалы жоқ сияқты. Қойлардың арасына кіріп Қайраттың қасында жүрді. Қайрат аяғымен қойларды жолға түсіріп, қызды ортаға алды. Қыздың аяғы тез шаршады, аяқ киімі жұқа, жолтасты. Бір-екі рет құлап қала жаздады. Қайрат қолын созып ұстап қалды. Қыздың қолы суық, дірілдеп тұр. Жол ұзақ. Қойлар шашылып, кейбірі артта қалып, маңырап шақырады. Қайрат әрқашан сияқты таяғымен ұрып жинап отырды. Қыз үндемеді. Тек кейде Қайратқа қарап көзімен рахмет дейтін сияқты. Қайрат оның көзіне қараған сайын іші жылып кетті. Ол өзін өзі сөгеді, не болып жатыр маған? Мен қойшымын ғой. Бірақ көзін ала алмады. Кеш батты. Ауылға жеткенде қараңғы түсіп қалған. Қайраттың үйі ауылдың шетінде жалғыз тұрған. Қорасы үлкен, қойларды кіргізді. Қызды үйге шақырды. Кір, жылынып ал. Суықта қалма. Қыз басын изеді. Ішке кірді. Үй іші қараңғы, тек пеште от жанып тұр. Қайрат шам жақты.
Қыздың жүзіне жарық түсті, әдемі. Қара шашы желден шашылып, киімі шаң. Қайрат оған орындық әкеліп берді. Қыз отырып қолын отқа жақындатты. Қайрат шәйнек қойды, нан кесіп берді. Қыз алғашқыда жеуге қорықты. Бірақ аш екені байқалды, бірден жеп шай ішті. Сол түні қыз қашпақ болды. Қайрат ұйықтап қалғанда есікті ашып шықты. Бірақ қойлардың арасында адасып қалды. Қойлар маңырап қызды қоршап алды. Қорқып қайта үйге қашты. Қайрат оянып қызды көріп ішінен күлді. Қашсаң да қашып құтыла алмайсың деп ойлады. Ертеңіне таң атқанша қыз үйде қалды. Қайрат қойға шықты, бірақ көзі қызда. Кешке қайтып келгенде қыз пеш жағып үй жинап қойған. Қайрат таң қалды. Қызымдап, мен осында тұрайын ба? Дегендей болды. Қайрат басын изеді. Қал. Ешкімге айтпаймын. Сол күннен бастап қыз үйде қалды. Қайрат оны Эльмира деп атады. Өз атын сұрағанда қыз қағазға Эльмира деп жазып берді. Қайрат мен сөйлесуді үйрене бастады. Эльмираға киім әкелді, ауылдағы көрші әйелдерден сұрап алды. Қыз бірте-бірте үйренді. Бірақ көзі әлі де қорқынышпен толы. Түнде ұйықтағанда жиі оянып жылап жататын. Қайрат оны қарап ішінен ойлады, мен оны жібермеймін. Бұл қыз менікі болады. Жалғыздықтан құтқарады. Ол өзінің сезімін мойындамады. Тек қорғаймын деп жүре берді. Бірақ жүрегі басқаша соғып тұрғанын өзі де білді. Қойлардың арасында басталған әңгіме солай жалғасып жатты, үнсіз, бірақ терең. Қараңғы түскен кештерде екеуі от жағып отыратын. Қайрат қой туралы айтатын, Эльмира тыңдайтын. Кейде қыз қолын созып Қайраттың қолын ұстайтын. Сол сәтте Қайраттың іші жылып кететін. Ол 35 жылдық жалғыздығын ұмыта бастады. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмайтынын екеуі де білмейтін. Қысқа күндер басталды. Қараша айының соңына қарай тау бөктерінде алғашқы қар түсті. Қайраттың қорасының алдындағы жер ақ түске боялып, қойлардың тұяғы астында сықырлап жатты. Үйдің іші пештің отымен жылы, бірақ қабырғаларындағы жарықтардан жел сыздап кіріп тұратын. Эльмира сол үйдің ішінде Қайраттың әкесінен қалған ескі көрпені жамылып, терезенің алдында отыратын. Көзі сыртқа, тауға, қарға, кейде қойлардың арасындағы жолға қарайтын. Бірақ қашу туралы ойы бірте-бірте басылып бара жатқан сияқты еді. Алғашқы апталарда Эльмира үйдің бұрышында отырып, ештеңеге қол тигізбейтін. Қайрат оған тамақ әкеліп қоятын, ыстық сорпа, нан, ет. Қыз алғашқыда жеуге қорыққан. Бірақ аштық жеңді. Бір күні Қайрат келгенде үстелде ыдыс-аяқ жуылып, сүртіліп қойылғанын көрді. Эльмира пештің алдында отырып, қолын ұмдап, мен жинаймын дегендей болды. Қайрат басын изеді. Осыдан кейін қыз үй шаруасына кірісті. Қайрат таңертең қойға шығар алдында Эльмираға қарап, сен үйде қал. Суықта жүріп ауырып қалма дейтін. Эльмира басын изейтін. Бірақ Қайрат кеткен соң, ол да сыртқа шығатын болды. Қораның алдындағы қарды сыпырып, қойларға су әкеліп жем беретін. Қолы қатып, беті қызарған күйі қайтып келетін. Қайрат кешке қайтып келгенде қыздың қолындағы қызыл іздерді көріп, іштей қиналатын. Бір күні қолғап әкелді, ауылдағы дүкеннен сатып алған, қызыл түсті, әйелдердікі. Эльмира алғашында қабылдамақ болмады, бірақ Қайрат, қолың қатып қалса, деп қатты айтты. Қыз қолғапты киді. Сол күні кешке от жағып отырғанда Эльмира Қайратқа қарап, қолын созып, қолғапты көрсетті. Сосын саусағымен рахмет дегендей жүрекке тиеді.
Қайраттың жүрегі тез соғып кетті. Ол бірінші рет қыздың көзіне ұзақ қарады. Эльмира көзін төмен салмады. Сол сәтте екеуінің арасында бірдеңе өзгерді, сөзсіз, бірақ сезілген. Қайрат мен сөйлесуді тез үйренді. Эльмираның қимылдары қарапайым әрі түсінікті болды. Саусағын шайқаса жоқ, басын изесе иә, қолын жүрегіне қойса, жүрек кеудесін көрсетсе мен. Қайрат кейде қателесетін. Бірде Эльмира қолымен су деп ымдағанда, ол шай деп түсініп шай әкелді. Қыз күліп жіберді, үнсіз, бірақ күлкісі көзінен, иығының қимылынан байқалды. Қайрат та күлді. Ол көп жылдан бері алғаш рет үйде күлген еді. Қыз тереңдеген сайын екеуінің өмірі бір ритмге түсті. Таңертең Қайрат қойды шығарады, Эльмира үйді жылдатып түскі ас әзірлейді. Кешке Қайрат қайтып келгенде үстелде ыстық тамақ дайын тұрады. Қойдың сүтінен қаймақ пісіреді, ірімшік жасайды. Қайрат бір күні, сен қой саууды білесің ғой, деп сұрады. Эльмира басын изеді. Содан кейін қойға бірге шығатын болды. Қайрат қойларды жайылымға апарады, Эльмира қасында жүреді. Қолында кішкентай таяқша, қойларды қуалауға емес, жай ғана жол көрсетуге. Қардың үстінде екеуінің ізі қатар жүреді. Кейде Қайрат қыздың артына түсіп, оның жүрісін қарайды, жеңіл, бірақ берік. Іштей ойлайды, менің үйімде жүрген қыз. Менің қасымда. Бірақ бұл тыныштықтың астында қорқыныш жатты. Эльмира түнде жиі оянып кететін. Қараңғыда отырып терезеге қарайтын. Кейде көз жасы ағып тұратын. Қайрат оянып қыздың қасында отыратын. Ештеңе демейтін. Тек қолын созып Эльмираның иығына қоятын. Қыз алғашында қашатын. Кейін үйренді, Қайраттың қолы жылы екенін сезді. Бір түні Эльмира өзі Қайраттың қолына сүйеніп ұйықтап қалды. Қайрат таң атқанша қозғалмады. Оның жүрегі, мен оны жібермеймін деп соғып тұрды. Ауыл адамдары сөз шығарды. Қайрат бір қыз әкеліпті, сөйлемейтін қыз екен, қайда жүрген қыз еді ол, деген әңгіме тарады. Біреулері Қайраттың үйіне келіп сыртынан қарап кететін. Қайрат ешкімге есік ашпады. Менің үйім, менің ісіме араласпаңдар деп қатты айтты. Ауылдың үлкендері де араласпады, Қайраттың мінезі қатты екенін білетін. Бір күні Эльмира қағазға сурет салды. Қаламмен емес, көмірмен, пештің жанындағы көмірмен. Суретте әйел мен еркек екеуінің арасында бала. Сосын тағы бір сурет, үлкен үй, ананың жүзі жылап тұр. Қайрат суретті ұзақ қарады. Іштей түсінді, қыздың ата-анасы бар, олар істеп жүр. Бірақ Қайрат суретті сөйлемей, пешке тастап жіберді. Эльмира қарап тұрды, бірақ ештеңе демеді. Көзіне жас келді, бірақ төкпеді. Қайраттың ішінде екі ой күресіп жатты. Бір жағы, қызды жіберу керек, ол менікі емес. Екінші жағы, мен 10 жыл жалғыз өмір сүрдім. Енді осы қыз келді, ол менің жалғыздығымды толтырады. Жіберсем қайта жалғыз қалармын. Бұл ой оны түнде ұйықтатпады. Ол Эльмираның қасында жатып, оның тыныс алуын тыңдайтын. Қыздың шашы оның иығына тиеді. Сол сәтте Қайрат, мен сені сүйіп қалдым деп іштей мойындады. Бірақ дауыстап айтпады. Айта алмады. Көктем жақындағанда Эльмира өзгере бастады. Ол қойдың қасында ұзақ тұратын, қойларға үнмен сөйлейтін. Кейде Қайратқа қарап күлімсірейтін. Бір күні қар еріп, жер жасылданғанда Эльмира Қайраттың қолына сурет салды. Екеуі қатар тұр, алдыңда қойлар. Қайрат суретті көріп көзіне жас келді. Ол алғаш рет Эльмираны құшақтады, қатты емес, ақырын. Қыз қашпады.
Басын Қайраттың иығына қойды. Сол күні кешке Қайрат от жағып отырып, сен осында қалғың келе ме? Деп сұрады. Эльмира ұзақ үнсіз тұрды. Сосын басын изеді, баяу, бірақ сенімді. Қайраттың жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол қыздың қолын ұстап, мен сені ешкімге бермеймін деді. Эльмира ештеңе демеді. Тек көзін жауып, Қайраттың қолына сүйенді. Осылайша үнсіз махаббат өсіп тамыр жайды. Бірақ оның астында әлі де қорқыныш, кінә, күдік жатты. Қайрат білетін, бұл тыныштық мәңгілік емес. Бір күні Эльмираның өткені қайтып келеді. Сол күн жақындап қалғанын екеуі де сезіп тұрды. Көктем тез келді. Қар еріп, тау бөктерінен су ағып, жер жасыл шөппен жабылды. Қойлардың жүндерін қырқу уақыты жақындаған. Қайрат таң атпай тұрып қырқуға дайындық жасайтын. Эльмира да қасында болатын, қойдың жүндерін жинап, тазалап, орап қоятын. Екеуінің арасындағы үнсіздік енді ыңғайлы болып кеткен. Сөз керек емес сияқты еді. Қайрат бір қараса, Эльмираның көзі күлімсіреп тұрады. Қыз бір қараса, Қайраттың иығына басын қояды. Олардың өмірі қойлардың маңырауы мен, желдің сыбыры мен, пештің отымен өлшенетін болып қалған. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмады. Бір күні түскі уақытта ауылдың шетінен екі машина келді. Біреуі ескі Нива, екіншісі қара Лада. Машина тоқтағанда ішінен 3 адам түсті. Егде тартқан ер адам, орта жастағы әйел және жас жігіт. Ер адамның жүзі қатты, көзі қан толы. Әйелдің көзі сіңген, қолында орамал. Жас жігіт Эльмираның інісі сияқты, қолында телефон, беті ашуланған. Ауыл адамдары жинала бастады. Кімдер екен? Деген сөз тарады. Қайрат қораның алдында тұрған. Эльмира қасында, қолы дірілдеп тұр. Қыз бірден таныды, анасы, әкесі және інісі. Көзіне жас толды. Бірақ дауыс шығармады. Тек артқа шегінді, Қайраттың артына тығылды. Әкесі алға шықты. Дауысы қатты, бірақ дірілдеп тұр. Қызым қайда? Эльмира. Эльмира. Эльмираның анасы жылап жіберді. Қызым. Біз сені 1 жыл іздедік. Барлық жерді араладық. Полицияға бардық, хабар бердік. Қайрат алға шықты. Қолына таяғын қатты ұстап тұр. Ол менің үйімде. Мен оны жолда таптым. Енді менің әйелім. Әкесі Қайратқа қарап көзі қызарып кетті. Сен кімсің? Қызымды қайда апардың? Не істедің оған? Қайраттың дауысы суық, мен оған ештеңе істемедім. Ол өзі қалды. Мен оны қорғадым. Суықта, қараңғыда тастап кетпедім. Әкесі алға ұмтылды, бірақ інісі ұстап қалды. Анасы Эльмираға қарап қолын созды. Қызым. Келші. Үйге қайтайық. Біз сені іздеп шаршадық. Сен сөйлемесең де, біздің қызымсың ғой. Эльмира бір қадам алға шықты. Көзі жасқа толы. Бірақ Қайраттың қолына жабысып тұр. Қайрат қыздың қолын қатты ұстады, босатпайтындай. Ауылдың үлкендері жиналды. Ақсақалдар, көршілер. Біреуі, Қайрат қызды жібер. Оның ата-анасы келді ғой. Қайрат басын шайқады. Ол менікі. Мен оны жолда таптым. 1 жыл бірге тұрдық. Ол осында қалғысы келеді. Әкесі ашуланып, сен оны ұрлап алдың. Бұл қылмыс. Полиция шақырамын.
Бірақ ауылдың шетінде полиция жоқ. Кентке бару үшін кем дегенде 2 сағат жол. Ал қазір күн батып барады. Ақсақалдар ортаға түсті. Қызды сұра. Өзі шешсін деді біреуі. Барлығы Эльмираға қарады. Қыздың жүзі ақ, көзі мөлдір. Ол ұзақ тұрды. Сосын Қайратқа қарады. Қайраттың көзі де ылғалды. Ол қыздың қолын босатты, ерік берді. Эльмира бір қадам алға шықты. Анасына қарады. Әкесіне қарады. Сосын артына бұрылып Қайратқа қарады. Қолымен жүрегіне тиіп, сосын Қайратқа қарай ишара жасады. Мен осында қаламын дегендей. Анасы жылады. Қызым. Неге? Сен сөйлемесең де, біз сені түсінеміз ғой. Эльмира басын шайқады. Көз жасы ақты. Бірақ ол Қайраттың қасына қайтып келді. Қолын ұстады. Әкесі ұзақ тұрды. Сосын басын төмен салды. Біздің қыз сөйлемейді. Кімге керек болады? Сен оны асырап отырсың ба? Оған қарайсың ба? Қайрат басын изеді. Мен оны өмірімнің соңына дейін қорғаймын. Анасы жылап тұрып, қызым. Сен бақытты болсаң, біз кетеміз. Бірақ бір күні кел, көрсет өзіңді. Эльмира басын изеді. Көз жасы тоқтамады. Сол күні кешке ауылдың үлкендері жиналып, неке қию туралы сөйлесті. Діндар молда шақырылды. Қарапайым ғана, ешқандай той жоқ. Эльмира ақ көйлек кимеді. Тек қара пальто, басында орамал. Қайраттың қолындағы сақина, ескі әкесінен қалған күміс сақина. Молда келді. Екеуін отырғызды. Эльмира сөйлемеді. Тек басын изеді, иә дегендей. Қайрат қабыл еттім деді. Молда дұға оқыды. Барлығы үнсіз тұрды. Тек жел ғана сыбырлады. Неке қиылған соң Эльмираның ата-анасы кетті. Машина кеткенше Эльмира терезеден қарап тұрды. Көз жасы ағып тұрды. Қайрат қасына келіп иығынан құшақтады. Кешір мені. Бірақ сенсіз өмір сүре алмадым деп сыбырлады. Эльмира ештеңе демеді. Тек Қайраттың кеудесіне басын қойды. Келесі жылдары өмір өзгерді. Эльмира бала көтерді. Ұл туды. Қайрат оны Нұр деп атады. Нұр сөйлейтін, күлетін, жүгіретін бала болды. Эльмира әлі де сөйлемеді. Бірақ баланы құшақтап көзімен сөйлейтін. Қайрат түнде баланы тербетіп Эльмираға қарап отыратын. Эльмира кейде түнде оянып терезеге қарайтын. Көз жасы ағатын. Қайрат оны құшақтап, мен сені мәжбүрледім. Бірақ мен сені шынымен сүйдім. Сен менің жалғыздығымды толтырдың дейтін. Эльмира ештеңе демейтін. Тек Қайраттың қолын қысып басын изейтін. Олардың махаббаты үнсіз болды. Қатал, ауыр, бірақ шынайы. Ойлардың арасында басталған әңгіме солай аяқталмады, ол мәңгі жалғасып жатты. Тау бөктерінде, қарлы қыста, жасыл көктемде баланың күлкісімен бірге. Үнсіз тағдырдың соңы жоқ еді. Ол тек өзгеріп тереңдей беретін.